Сәлем достар, 2023 жылы жеке кәсіпкерлер қандай салық төлейді және декретке шығу үшін максималды қанша көрсетуіміз керек, максималды сумманы алу үшін. Осы сұрақтарға жауап алғыңыз келсе, маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал кеттік. Олай болса, 2023 жылы 490 мың теңге максималды көрсеткіш, осының 10%-і 49 мың теңге пенсионный төлеуіміз керек. Соцотчисление 17 мың 150 теңге және медстрахование 4 мың 900 теңге. Барлығы болады 71 мың 50 теңге. Оған плюс айлық доходыңыздың 3%-ын қосып төлейсіз. Мысалы, айлық доходыңыз 10 миллион болса, ОПВ мен соцотчисление сол 10 миллионнан емес, МЗП-дан төлей беруге болады. Жаңа заңның мәні пенсионка мен соцотчисление екеуі де бір суммадан төлену керек. Яғни пенсионканы минималкадан жіберсеңіз, соцотчислениені да минималкадан төлеуіңіз керек болады. Негізі декретке шығарда максималканы көрсетсеңіз, осы 7 айдың ішінде 940 мың 800 теңге шығын шығады, бірақ сіз алатын сомаңыз 1 миллион 852 мың теңге, яғни нақты таза пайда 911 мың 200 теңге болады, плюс 1,5 жыл жәрдемақы алып отырасыз. Ол да сізге пайда есебінде. Міне, қарап отырғандарыңыздай ай сайын төлейтін төлемақыларыңыз барлығы болады 78 мың 400 теңге. Яғни осы соманы ай сайын құйып отырсаңыздар, сіздер максималка декретіне ала аласыздар. Және налог упрощенка 3%, табыс салығы 1,5%, әлеуметтік салық 1,5% төлейсіз. Ал бірақ біз неліктен 1,5% есептедік? Жаңа мен көрсетіп кеткендей 7350 теңге налог төлейміз дедім, ал неліктен 1,5%, упрощенкада 3% еді ғой деген сұрақ пайда болады. Себебі соцналогтың есептелу формуласы, соцотчисление бізде соцналогтан көп болып тұрғандықтан соцналог төленбейді. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет, сау саламатта болыңыздар. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар.